Сәлем, менің каналым саған пайдалы болса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, міндетті түрде достарымен бөлісіп тіркелуді ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың негіздер тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: негіздер дегеніміз не және олар қалай жіктеледі? Негіздер деп құрамына бір немесе бірнеше гидроксотоптармен байланысқан металл атомы кіретін күрделі заттарды айтады. Негіздердің екінші атауы гидроксидтер. Суда еру қабілетіне байланысты негіздер еритін және ерімейтін деп екіге жіктеледі. Екінші сұрақ: формулалар берілген негіздердің қайсысы суда ериді, ал қайсысы ерімейді? Ол үшін бізге ерігіштік кестесі қажет болады. Ең алдымен натрий мен OH-ты қараймыз. Ол жерде Е деген белгі тұр, яғни суда ериді. Енді калий мен OH-ты қараймыз. Ол жақта да Е белгісі тұр, яғни ериді. Барийде, барий OH2 де бір-біріне біріктірген кезде Е әріпі шықты, яғни ол да суда ериді. Кальций OH2 АЕ деген жазу шықты, яғни бұл суда аз ериді деген сөз. Келесі феррум OH2 Е және М әріптері шығып тұр, яғни ол суда ерімейді деген сөз. Келесі бізде алюминий OH3 екеуін біріктіргенде Е, М деген әріп шықты, яғни бұл да суда ерімейді. Яғни екінші сұрақтың жауабы суда ерейтіндерге натрий OH, калий OH, барий OH2 жатады. Ал суда ерімейтіндерге кальций OH2, феррум OH2 және де алюминий OH3 жатады. Үшінші сұрақ: литий, магний, темірдің 3 валентті және марганецтің 2 валентті гидроксидтерінің формуласын жазыңдар. Негіздердің құрамындағы гидроксотоптардың саны неге байланысты? Литий гидроксидінің формуласы литий OH. Литийдің валенттілігі 1 валентті. Магний гидроксиді, магний OH2, магний 2 валентті. Темірдің 3 валентті гидроксиді, темір OH3, темір 3 валентті, және марганецтің 2 валентті гидроксиді, марганец OH2, және де марганецтің валенттілігі 2-ге тең. Яғни осы жерден біз OH санының, яғни гидроксы топтардың саны тікелей металдардың валенттілігіне байланысты екенін көре аламыз. Төртінші сұрақ: берілген оксидтерге сәйкес келетін негіздердің формулаларын құрастырыңдар. Оксидтер мен гидроксидтердің атын жазыңдар. Калий оксиді дегеніміз калий 2O, ал калий гидроксиді дегеніміз калий OH. Кальций оксиді кальций O, кальций гидроксиді кальций OH2. Мырыш оксиді цинк O, мырыш гидроксиді цинк OH2. Марганец оксиді марганец 2O3, марганец гидроксиді марганец OH2. Қорғасын оксиді плюмбум O, қорғасын гидроксиді плюмбум OH2. Бесінші сұрақ: нәтижесінде литий OH, кальций OH2, барий OH2, феррум OH2, алюминий OH3 гидроксидтері түзілетін химиялық реакция теңдеулерін жазыңдар. Литий 2O қосылған H2O түзеді литий OH. Реакцияны теңестіру үшін литий OH-тың алдына 2 қоямыз. Мына жерде жазуды ұмытып кетіппін. Келесі кальций O қосылған H2O түзеді кальций OH2. Барий O қосылған H2O түзеді барий OH2. Феррум хлор 2 қосылған калий OH түзеді феррум OH2 қосылған калий хлориді. Реакцияны теңестіру үшін калий хлордың алдына 2, калий OH-тың алдына 2 қоямыз. Алюминий хлор 3 қосылған калий OH түзеді алюминий OH3 қосылған калий хлориді. Реакцияны теңестіру үшін калий хлоридінің алдына 3, калий OH-тың алдына 3 қоямыз. Алтыншы сұрақ: гидроксидтер мен оксидтердің дұрыс жазылған формулалары мен атаулары арасындағы сәйкестікті табыңдар. Ең алдымен формулаларын сәйкестендіріп алайын. Барий OH2 ол барий Оға сәйкес. Феррум OH3 феррум 2O3-ке сәйкес.
алюминий OH2. Сәйкес алюминий O2-ге. Келесі натрий OH натрий Оға, кальций OH2 кальций Оға, және де бізде ең соңғы калий 2 ол калий OH-қа тиесілі. Сәйкес келеді. Мына жерде бізде қате кеткен сияқты. Сондықтан калий гидроксиді калий OH, кальций гидроксиді кальций OH2, барий гидроксиді барий OH2, натрий гидроксиді натрий OH, феррумның 3 валентті гидроксиді феррум OH3, алюминий гидроксиді алюминий OH2.